егін менен мал жайын. Таразлап талдайтын, мамандармен бірлесіп, болашағын барлайтын. Әуе толқынында Анас Ахатұлының агроөнеркәсіп саласын саралайтын Аграрлы Қазақстан хабары. Аграрлы Қазақстан хабары. Қайырлы күн қазақ елі, тікелей толқында Аграрлы Қазақстан. Алдағы жарты сағатта сіздермен болатын мен Анас Ахатұлы, ал хабарымыздың бас демеушісі Аграрлық несие корпорациясы. Агробизнеске несие алғыңыз келе ме? Егін мал бағасыз ба? Әлде өнімді қайта өңдейсіз бе? Ауылда бизнес бастап кәсібіңізді кеңейткіңіз келе ме? Аграрлық несие корпорациясы ауыл шаруашылығына тиімді шартпен несие береді. Толық ақпарат agrokredit.kz сайтында. Қазақстан Республикасы ұлттық банкі, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2013 жылғы 5 қарашадағы нөмірі 5224 лицензиясы. Қазіргі ауыл жастары қандай мамандықты таңдайды? Университеттердің ұсынатын бағдарламалар қандай? Бүгін Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің қызметкерлерін басшыларын шақырдық. Тақырыбымыз өте қызықты. Жастар, құлақтарыңызды түріп отырыңыздар. Қонақтарымыз осында. Атап айтқанда Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университет директоры Айтжан Мұхамеджанұлы және жастар саясаты және әлеуметтік мәселелер жөнінде басқарма төрағасының орынбасары Құсайынова Жайнагүл Айтмағамбетқызы. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар. Енді қонақтардан әдетте сұрайтынымыз, жақында ғана президентіміз жолдау ұсынды халыққа. Ұнаған жері қандай, ұнаған тұстары, көңілге қонымды болса, соны ата кетсеңіз. Қай жері сізге өте ұнады? Президенттің жолдауы өте маңызды. Бүгінгі күнге неге десеңіздер, енді мына жаңа Қазақстанды құрастыру, оның бір жолдары болу керек. Мысалы, адам оны түсіну керек. Енді біздің қоғам оған дайын болу керек деген сияқты. Сол біраз мәселелер енді 5 бағыты ғой. Көтерген, соның ішінде әрине мына көп мән білім саласына берілді. Мысалы, мына мектепке дейінгі мектеп, мына орта білім бар деген сияқты, мына колледждің кәсіптік білім және жоғарғы оқу білімдері туралы әжептәуір әңгіме болды. Жолдауында біздің президентіміздің соның ішінде, мысалы, енді осы күнгі әлеуметтік жағдайын жоғарту ғой баяғы. Осы біздің еліміздің мына негізгі өзі үкіметтің, президенттің, қоғамның мақсаты мына жұрттың, халықтың жағдайын жақсарту. Сол жолдарын президентіміз айтып кетті, оны көрсетіп кетті деп айтуға болады. Енді соны біз барлығын дұрыстап талқылап, оны жұртқа жеткізіп, өзіміз түсініп деген сияқты, соған біз кірісуіміз керек. Міне осы алдыңғы күні біздің университеттің ішінде біздің студенттер бар, магистранттар, докторанттар, ұстаздар, барлығымыз жиналып, осы президенттің жолдауын бір талқылап өттік. Жақсы, ойыңыз жақсы екен. Енді Жайнагүл Айтмағамбетқызы, сіздің пікіріңіз қандай жолдау бойынша? Енді жолдауда әсіресе мына өзімнің жұмысым жастармен, студенттермен байланысты болғандықтан, жалпы жастардың болашаққа маман ретінде даярлау үшін алдымен олардың әлеуметтік жағдайын жақсарту, мына жатақханамен қамтамасыз ету, президент ол туралы айтты. Білімнің сапасын арттыру, осындай талаптардың барлығы өзіміздің күнделікті жұмысымыз, бірақ жолдауда мемлекет басшысының өзінің жолдауда жеке осы талаптар қойып, бағыттар қойып айтуы бізге әрине ұнады. Және осы бағытта біздің университетіміз бұған дейін де жұмыстар жүргізіп келген, әлде алдағы уақытта да біз осы бағыттарда жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы, енді президент айтқаннан кейін нақты тапсырмаға айналады ғой барлығы. Жақсы, енді тақырыпқа көшейік. Айтжан Мұхамеджанұлы, енді аграрлық университетті көбісі біледі. Мен сіздерге ашығын айтайын. Мына 3 негізгі жоғарғы оқу орындары болса, бірнеше тағы да оқу орындары аграрлық саладағы мамандар даярласа, соның арасындағы мына бірінші мен деп тұрған ғылыми орталықтардың мына мекеменің бірі сіздер. Себебі халықтың арасында мынандай әңгіме бар. Себебі бұл университет таза, сыбайлас жемқорлық жоқ. Енді жоқ деп айтуға болмайтын шығар, ең төмен деңгейде өте сондай сапалы білім береді деп жатыр. Енді биылғы жылы не өзгерді былтырғыға қарағанда? Қандай жаңа бағдарламалар, жаңа мүмкіндіктер, қандай бір өзгерістер бар? Сол туралы айтып беріңізші.
Енді біріншіден айту керек, жаңағы сіз айтқан сөзіңізді дәлелдеп беруге де болады. Неге десеңіздер, мына біздің мемлекетімізде жоғарғы оқу арасындағы рейтинг бар ғой. Біз мысалы мына генеральный, мына бас рейтингтің ішінде біз республика бойынша 3-ші орында тұрмыз. Қандай керемет. Ол аграрлық емес, бүкіл университеттерді алған кезінде. Ал енді биылғы өзгерістер қандай? Ол біріншіден мына студенттерге жағдай жасалынып жатыр. Жаңа бағдарламалар құрастырып жатыр. Мысалы, оны дәлелдеп беруге болады. Мына осы 22-ші жылғы рейтинг бойынша біздің 14 оқу бағдарламасы 1-ші, 3-ші жүлделі орындарға ие. Оны ғой жаңағы оқу бағдарламаларын құрастыру, оған құрастырған кезінде кім қатысады? Жұмыс берушілер, студенттердің өзі де қатысады, мысалы. Ол рейтингті кім анықтайды жаңағы оқу бағдарламасы бойынша? Енді нар деген бар, тәуелсіздік рейтинг агенттігі. Тәуелсіз рейтинг агенттігі. Рейтинг аккредитация және рейтинг агенттігі. Солардың енді зерттеу бойынша жаңағы сондай нәтижеге біз иеміз. Ал енді мына студенттердің нәтижелерін айтатын болсақ, әртүрлі мамандардың арасында сайыс болады. Енді олимпиада. Мына пәндер арасында емес, мамандықтар арасында. Сонда біздің 67 студент мына 1-ші, 3-ші орынға ие. Республика бойынша мына жоғарғы оқу орындардың арасында. Енді ол да оқу бағдарламаның сапасының белгісі. Неге десеңіздер, оны дұрыстап құрастырсақ, оны ғой мысалы мына заманауи нарыққа ол сай болатын болса, ол біздің болашақтағы енді мамандар, олар қажет болса өндіріске, оларға сұраныс болса, онда мына оқу бағдарламасы да сапасы бар, сапасы жоғары және оған сұраныс бар деп сөйтіп айтуға болады. Керемет ақпарат. Енді мен естуімше былай, сіздерде бірнеше мұғалім өте жоғары жалақы алады дейді, заңды түрде. Енді мен оны мына сапамен де байланыстырып отырмын негізі. Егер расында да жоғары жалақы алып отырса, ол шын көңілмен жұмыс істейді. Екінші, андай жаман жемқорлыққа бармайды ешқашан. Сол туралы айтып беріңізші, қандай мұғалімдер ол, қанша теңге алады енді шамамен? Былтыр мысалы бізде ондай мұғалімдердің саны 52 болған, биыл 56-ға өсті. Олардың енді жалақысы 1-3 миллион арасында. Айна. Енді мен ертең мұғалім болып кетіңіздер. Келіңіздер. Неге десеңіздер, бізге білімді, мына ғылым жолын қуатын және сол ғылымның нәтижелері бар адамдар бізге өте қажетті. Неге десеңіздер, біздің университетіміздің ішінде көп жағдай жасалынады сол үшін. Ең біріншіден зерттеу қашан басталады? Докторантурадан басталады. Докторантураға келген адамдар, докторанттар, мысалы қазіргі стипендиясы, мысалы 172-де 5 мың болатын, енді 15%-ға қосылды ғой, мына бірінші қыркүйектен бастап. Және бізде мына ПЦФ бойынша енді бағдарлама ғой, ғылыми жобалары, олардың көлемі 5 миллиардтан асқын. Біз мына бір жылға ма, 3 жылға ма? 3 жылға. Біз мына мемлекет университеттердің арасында сол ең бастарында тұрмыз. Енді қараңыздар, мына ғылыми жобалар бар, лабораториялар бізде бар, докторанттарға біз міндетті түрде пәтер береміз, 1 бөлмелі, 2 бөлмелі, 100%. Мысалы, биыл бізде 35 докторант түсті ме, оның 14-і оларға енді пәтер қажетті болғаннан кейін оларға біз бөліп бердік. Өз семьясыменен жағдай бар, оның ішінде интернет та бар деген сияқты, мына жиһаздар да бар. Дайын үй ғой. Дайын үй. Неге десеңіздер, енді докторантураға келгеннен кейін ол дұрыстап нақты жұмыс жасау керек, зерттеу жасау керек, зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Енді ғой, соған мына стипендияға қосымша, мына біздің бүкіл докторанттар мына ғылыми жобалардың ішінде отыр. Олардың ай сайын жалақысы 150 мың. Қосымша стипендиядан бөлек. Сол екеуін қосқан кезінде мына 300 мыңнан астам 322 мың. 322 мың. Және қазіргі стипендияны қарастыратын болсақ, онда 350, 360 мың ғой. Жарайды, ана пәтерге төлесін. Пәтердің бағасы, мысалы, оның ішінде суы бар, жаңағы светі бар, барлығы. Оған 40 мың теңге, ол 4 бөлмелі пәтер.
Иә, сонда 320 теңге Енді қолына барады. Нұрсұлтан қаласында 4 бөлмелі пәтердің жалға алатын құны мен сізге айтайын 200 мың кем дегенде. Соның өзінде 160 мың теңге тағы қосыңыз. Сонда бір 480-500 мыңның шамасында. Басқаша айтқанда көрдіңіз ба? Бізде мына докторанттардың жағдайы өте жоғары деп айтуға болады. Бұл ненің нәтижесі? Енді осы күнге дейін талай университеттер жұмыс істеп келеді ғой. Неге сіздерде басқаша? Неге сіздерде өте әдемі? Неге басқалардың қолынан келмей жатыр? Осы жағын айтыңызшы. Неге десеңіздер, кілті неде? Кілті бұл ғылым жұмыстарында. Ең бірінші, әрине, біз мына өз кезінде 3 үй салынған. Ол 3 үйдің салыну мақсаты осы мысалы докторанттар мен магистранттарға бөліп береміз деп салғанбыз. Бірақ та енді 3 үй ол 117 пәтер ғой. Мысалы докторанттардың барлығы оған орналаспайды. Кейбіреудің үйі бар, кейбіреу әке-шешесімен тұрады осы қалада мысалы. Иә, магистранттардың да ішінде солай. Бірақ та ары қарай енді қараңыздар, ол бос орындар қалған кезінде, бос пәтерлер қалған кезінде біз сырттан конкурспен шақырған адамдарды сонда орналастырамыз. Оларға бұның ішінде профессор бар. Мысал ретінде сізге айтып кетейін, түсінікті болу үшін, мына биыл конкурс бойынша бізде 108 вакансия барды. Соған 116 адам келді. Біз 56 адам сырттан қабылдадық. Сырттан, мысалы басқа қалалардан келді, басқа университеттерден келді. Иә, олардың санын енді оның ішінде, солардың санын бөліп көретін болса, оның ішінде мысалы ғылым докторлары 4 адам. 56-ның ішінде. Ғылым кандидаттары 15, PhD докторы 6 мысалы. Ал енді осы 56 адам, келген 56 адамға біз 7-еуіне пәтер бердік. Және жыл бойы бізге конкурспен келген тағы адамдар бар. Соның бәрін қосқан кезінде биыл біз мына 16 семьяға, басқаша айтқанда, біздің жұмыскерлерге сырттан келген ғылым дәрежелері бар, ғылым жобалары бар. Олардың енді былай айтқанда қоғамдағы дәрежесі өте жоғары. Соларға біз міндетті түрде пәтер бердік. Енді бұның кілті ғылымда емес, мына менеджментінде еңбегі бар деп ойлаймын. Мен оның бәрін бірнеше басқарма мүшелерінің. Дұрыс айтасыз. Мен оның үшін оны не үшін айтып жатырмын? Бағанағы сіздің қойған сұраққа жауап беру үшін. Соған келе жатырмын. Енді докторанттарға жағдай жасалынды. Мына келіп жатқан мұғалімдер бар, ғалымдар бар, оған жағдай жасап жатырмыз. Лабораториялар болса, олардың барлығының ішіндегі жабдықтарын бәрін қамтамасыз етіп жатырмыз. Қазіргі лабораториялар деңгей өте жоғары, және аккредитациядан өткен лабораториялар бізде. Мысалы, оның ішінде біздің ғалымдар қосымша тағы ақша табады. Шаруашылықтарға қызмет көрсетеді. Әрине, мысалы, мына бұрын фермерлер сепкен кезінде көбі қарамайды ғой. Топырақтың сапасы қандай, жері қандай деген сияқты, оның бонитеті қандай. Қазір міндетті түрде барлығы келіп, неге анализға сол топырақтардың барлығын тапсырады. Мінекей, біз кезінде Америка құрама штаттарына, Канада барған кезде таңғалып келетінбіз. Осы университеттер шаруашылықтарға тікелей қызмет көрсеткен деп. Енді сіздерде сондай жұмыс бізде ол қарқынды жүріп жатыр. Енді соның барлығын қосқан кезінде қараңыздар. Енді ғылыми жобалар, мен жаңа айттым ғой, 5 миллиардтан артық көлемінде ақша келеді біздің университетке. Оның барлығы мына ПЦФ-ні, не болмаса басқа гранттық қаржылауды, мысалы, ұтып алу оңай емес. Оған өзі негізі болу керек. Сол негіздерді дайындап, лабораторияларды дайындап, мына ғалымдарды дайындап, сол ақшаны біз ұтып алдық. Мен естідім, жақында 350-ге жуық жобаның ішінен бір 15-і ғана өтеді деп. Соны ұтқандардың бірі сіздер ғой, сіздерге. Ол енді жаңа конкурс жариялаған не ғой? Енді ғылыми жобаларыңыздың сапасын көрсетіп тұр ғой бұнда. Енді жақсы болса ұтасыз да? Әрине. Енді менде мынандай бір сұрақ, жастар туралы. Бізде Жайнагүл Айтмағамбетқызы, сіз бізден әңгімеге қосылып отырыңыз. Жастар саясаты қандай университеттің? Мен бүгін ғана Нұрсұлтан қаласының жастар ісі бойынша жігіттермен кездестім. Олар арнайы коворкинг орталығын ашыпты. Ауыл балалары келсе, мына қалаға дағдыландыру, әлеуметтендіру деген бағыттарды қолға алыпты. Енді сіздерде қалай жастар саясаты? Осы жағына кішкене айтып берсеңіз, студенттерге кішкене ақпарат болсын. Жалпы біздің университеттің 65 жылдық тарихы бар.
Оқу орнымызда осы жастардың тәрбиесі деген уақытта бірінші 65 жыл қалыптасқан дәстүріміз, осы дәстүрімізге сай университеттің және де қазір оқу орнымызды мына қоғамда бағалау өте жоғары. Біз келген студенттерімізді ең бірінші осы өзіміздің университеттің беделімен, абыройымен, оқытушы қызметкерлеріміздің адал еңбегімен бірінші осы жағын насихаттаймыз. Екіншіден жалпы мынау оқу орнымызға келген 100% студент десек, соның 65% ауылдық жерден келеді. Яғни студенттерді бейімдеу деген ол енді маңызды мәселе бейімдеу. Оның ішінде ауылдан келген баланың, мысалы ауылда қандай мәселе бар, біздің студенттерімізде де сондай мәселелер болады. Яғни көп балалы отбасы, әлеуметтік жақтан аз қамтылған отбасы, міне осындай балалардың барлығы біздің университетте оқып жүр қазіргі уақытта. Әрине бейімдеу бағыты болады. Бірінші кезекте біз жалпы мынау ауылдан қалаға келген балаға құқықтық сауаттылықтарына өте жоғары бағытта насихаттаймыз. Бала мынау осы жағынан егер бала заңның не екенін білсе, студент құқықтық жақтан сауатты болса, ол қалада оның бейімделуі өте тез болады. Оқу орнымыздың өзіміздің ережесі бар, дәстүрлері бар. Ерікті түрде өте ме әлде мәжбүрлеп? Жоқ, біз ол мәжбүрлеу емес, жалпы бұл міндетті жұмыстарымыздың бірі студенттің алдында. Бірақ 100% қамтылады ғой. 100% қамтылады. Ауылдың бала, жалпы мысалы университетімізге қабылданған 2700 студент болса, біз жаңағы әлеуметтендіру жағынан, психологиялық жақтан бейімдеуден өткізу, ол бірінші курсты біз толық қамтимыз. Екінші курста біздің студенттеріміздің мінезі де мына университетте өздерінің мәдениеті жағынан болсын, жалпы мына құқықтық сауаттылық жағынан болсын, үлкен бір өзгерістерді байқаймыз. Бұл бір бағытымыз жұмысымыздың. Екінші жағынан оқу орнымыздың оқытушыларын, қызметкерлерін әлеуметтік жақтан қалай қорғаймыз, студенттерімізге де осы бағытта көп қолдау жасалады. Оқу орнымызда мысалы қазір өздеріңіз білесіздер, республика бойынша біздің студенттік асханаларымыздың бағасы өте төмен. Мысалы бізде қазір бірінші тамақтары 200 теңге болса, екінші тамақтары мысалы 500 теңгеден аспайды. Осы бізде ол университетте мынау талқылап, сол студенттердің жағдайына қарай. Алматы қаласының экс-әкімі 500 теңге тамақ ішуге болады деп еді. Кезінде сол қоғам түсінбесе, сіздердің асханаңызға бару керек ғой. Әрине, мынау былтырғы жылдары одан да төмен болған. Биыл енді 300 теңге. Енді қымбаттап жатыр. Бірақ 500 теңге өте қолжетімді. Қолжетімді. Және де студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету мәселесі бірінші кезекте. Бірінші кезекте мынау ауылдық жерден келген балалар бірінші қамтылады, әсіресе шалғай облыстардан. Жалпы студенттердің контингентін айтатын болсақ, бізде мынау Маңғыстау, Ақтау, Алматының бәленбай жоғары оқу орнын артқа тастап, біздің университет таңдаған студенттер өте көп. Сондықтан біздің контингентіміз республиканың барлық аймағын қамтиды айтуға болады. Бірінші кезекте осы шалғай облыстың келген студенттерді, шетел азаматтары бар бізде, арнайы гранттарды ие болған, жан-жақты барлығын қарастырып, әлеуметтік жағдайларын жатақханамен қамтуға тырысамыз. Енді бір ғана жалпы кейде біз жылдың соңында болжам жасаймыз, жатақханаға мысалы осынша бала сұралады деп, бірақ жылдан жылға көбейіп жатыр. Себебі мемлекеттік білім беру гранттарын біздің университетті таңдап, мемлекеттік білім беру гранттарын ұтып алған жастардың саны жылдан жылда артылып келе жатыр. Өте қуанышты жағдай. Қазір біз сәл ғана жарнама үзілісіне кезек берейік, содан кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Тікелей толқында аграрлық Қазақстан хабарымызды жалғастырамыз. Хабарымыздың бас демеушісі аграрлық несие корпорациясы. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін ауыл жастары қандай мамандықты таңдайды деген тақырыпта әңгімелесіп отырмыз. Студия қонақтары Сәкен Сейфуллин атты Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің ректоры Әбдіріп Айтжан Мұхамеджанұлы және осы университеттің жастар саясаты және әлеуметтік мәселелер жөнінде басқарма төрағасы орынбасары Құсайынова Жайнагүл Айтмағамбетқызы. Енді Айтжан Мұхамеджанұлы, мынандай бір сұрақ. Мына басқа аграрлық бағыттағы басқа жоғары оқу орындарында не жетіспейді? Енді біреуді сынау әрине дұрыс емес, бірақ
Енді біздің арманымыз сол ғой, барлық жерде оқу стандарттары бірдей болсын, барлық жерде сіздердікіндей жақсы болсын деп армандаймыз. Міне өзіңіз көп боласыз, ол университеттерді көріп жүрсіз, не жетіспейді, сол жағын айтыңызшы. Басқа ректорлерде бой түзесін мұғалімдер. Жоқ, енді ол сын емес, бірақ нұсқау деп есептейікші. Мен қалай болса да айта алмаймын. Одан да мен айтайын, бізде не істеліп жатқан. Иә, соған қарап ұмтылсын дейсіз ғой. Жақсы, онда солай айтыңыз. Енді бағана айтып кеттім ғой, оқу бағдарламасын ең бірінші оны дұрыстап құрастыру. Ол біріншіден. Бірақ та әрине аудиторияның ішінде, лабораторияның ішінде ұстаздар дұрыстап сабақ береді. Бірақ та олар машықтану керек. Мына практикада не болып жатқан? Осы 4 жылдың ішінде көп нәрсеге қолмен істеп, қолмен жасап деген сияқты соған үйрену керек. Оны көру керек. Сол себептен өздеріңіз білесіздер, мына 2020 жылы 1 қыркүйектен бастап біздің университет, бағана өзіңіз айтқандай, зерттеу университеті статусын алды. Ол не деген сөз? Халықтың көбі біледі, бірақ та тағы қайталап айтып кетейін. Ол бізге 3 мекеме қосты. Мына Бараев атындағы зерттеу астық шаруашылығы, содан кейін барып Щучинск қаласындағы орман шаруашылығы зерттеу институты және солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы. Енді олар жай қосылған жоқ. Неге десеңіз, біз оның базасын дұрыстап пайдалануымыз керек. Соның бірі жаңа студенттерді соның ішінде практикадан өткізу. Неге десеңіздер, қаланың ішінде қалай оны өткізесің, не болмаса басқа шаруашылықтар қазір дұрыс алмайды. О жағынан да бізде біраз ойлар бар, мына басқа шаруашылықтарды қалай қолдануға, пайдалануға. Оны бөлек бір әңгімелесерміз. Қазіргі таңда, мысалы, мына Бараев шаруашылығында астық жаңағы институтында біз үй салып жатырмыз. 60 пәтерлі үй, оны қайтадан барлығын жобасын қарастырып, енді оның ішінде студенттер ғана тұрмайды, оның ішінде біз мына мысалы магистранттар, докторанттар және сол жаққа барып сабақ беретін, жаңа практиканы өткізетін мұғалімдерге жағдай жасап, соларды енді қазіргі ол үй, қазіргі таңда ол салынып жатыр. Осы жылдың аяғында бітуге тиісті. Енді жоба бойынша сол қазіргі жұмыстар қарқынды жүріп жатыр, уақытында аяқталады деп сондай бір үлкен сеніміміз бар. Енді мен кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда мен бір нәрсе айтайын. Мына медицина саласында алатын болсақ, мысалы ауруханалардың ішінде кейде жатасыз ғой, сол кезде студенттер, бір топ студенттер жүреді ары бері. Дәл сол жағдай осы жерде. Солай болу керек. Солай болу керек. Неге десеңіз, өзіңіз айтқандай, әрбір медуниверситеттің өз клиникасы бар. Сол сияқты бізде де студенттер жұмыс жасайтын сондай бір полигон болу керек. Ол енді бізде бар. Шу. Осы енді өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, әртүрлі бағытта. Соны кезек-кезек жаңағы біздің студенттер, магистранттар, мына ғылыми зерттеу жүргізетін докторанттар барлығы соның басында өз уақытында соның барлығын ұйымдастырамыз. Оған мысалы қазіргі көлікпенен, автобустарменен жеткізіп, соның ішінде орналастырып, мына полигон дейді ғой, даладағы бригада баяғы. Соның барлығын қайтадан біз қарастырып, оны қайтадан жасадық. Мына контейнерден жасаған, мысалы, соның ішінде жатақхана да бар, соның ішінде асхана да бар, соның ішінде студенттер, мысалы, бір жазба жұмыстарын жасау үшін жасалынған жағдай. Неге десеңіз, ол аудиториялар. Енді нәтижесі қандай? Олар қанша жыл болды оқығаны? 1 жыл ма, 2 жыл ма осы жаңа модельде? Биыл 2-ші жыл. Бірінші жыл қалай аяқталды? Бірінші жыл кейбір студенттер сонда қалғысы келіп, ауылда мысалы сонда жұмыс істейміз, ана оқу үдерісі енді басталды ғой, бірақ соған қарамай, олар қаланың балалары ма енді? Ауылдың балалары ма? Ауылдың балалары ғой көбі. Көбі ауылдың балалары. Неге десеңіздер, мына ауыл шаруашылығы, сол ауыл мамандықтары көбіне ауылдың балалары таңдайды. Әсіресе ветеринарияның ішінде бар шығар қаланың балалары. Оларды онша көп емес, бірақ та қалғандары көп. Жоқ, сөзіңізді айтып отырмын ғой, ауылда қалам деп айтқандардың ішінде қаланың балалары болса жақсы. Ана практика, сол Бараевта, тағы сол бригадада жұмыс істеймін, әрі қарай тағы қалсам ба деген сондай бір ұсыныстар болды студенттерден. Жақсы. Енді біздің уақытымыз шектеулі, мен тағы бір сұрақтарым бар. Мына қандай мамандықты қазір таңдайды жастар? Соның бір статистикасы бар ма? Қазіргі соңғы кезде сұраныс қай мамандыққа өте жоғары? Мына абитуриенттер қабылдау нәтижесі туралы тілдесекші. Әрине, енді біздің университет агротехникалық деп аталынады ғой. Ол енді аграрлық мамандықтар ғана емес, басқа мамандықтар да бізде жеткілікті. Қазіргі таңда бізде мысалы 132 оқу бағдарлама бар. Қанша мамандық бойынша? Енді ол қазір мамандық деп аталынбайды, оқу бағдарлама деп. Бакалавриаттың өзінде мысалы 48. 48. Мысалы, мына бірінші курсқа қабылдаған кезінде, ол түсінікті болсын, 26 оқу бағдарлама топтары бар. Соның ішінде
44, жаңа 48 біз 44-ке қабылдадық, бірақ та жалпы бакалавриатта 48 оқу бағдарлама бар. Соның ішінде қызығатын мамандықтары, енді әрине ол техникалық мамандықтар. Оған мысалы геодезия, картография, содан кейін барып тағам өнімдерін өңдеу, сол жағынан көп. Сосын мына металл өңдеу, технологиялық машиналар менен жабдықтар деген бар. Сол жағынан. Содан кейін барып мына электрмен қамтамасыз ету мамандықтары, оларды бірнешеу. Радиотехника, электроника, коммуникация деген бар. Мына ақпараттық технологиялар. Әрине, өкінішке орай біз ойлағандай, мысалы мына ауыл шаруашылық мамандарын биыл онша көп адамдар таңдаған жоқ. Әсіресе соның ішінде мына өсімдік шаруашылығы менен мал шаруашылығын алатын болсақ, бірақ та былтырғы жылдарға қарағанда олардың саны өсіп жатыр. Мемлекеттік грант пенен. Міне қараңыздар, мына 3 жылды салыстыратын болсақ, біз мысалы 19-шы жылды алайық. Бізге грантпен келген балалардың саны 59% болатын. Былтыр 69 болды. Биыл 77% келген студенттердің саны, мына грантпенен келген студенттердің саны. Мысалы 2746 студент бірінші курсқа қабылданды ғой бакалавриатқа. Соның ішінде 2111 грантпен келді. Енді мен естуімше қазір мемлекет бөлмейді ғой, яғни оқуға түскен азамат өзі шешеді. Өзі таңдайды. Ұтып алды, өзі таңдайды. Мен агротехникалық университетке барамын десе бәрі сол жерге барады. Солай ғой? Дұрыс. Міне нағыз шынайы таза таңдаудың нәтижесі деп айтайықшы осыны. Дұрыс, оның нәтижесі жаңа ғана көрініп жатыр. Былтырмен салыстырғанда мына 418 грантқа артты. Гранттардың санын айтамын. Сол себептен біздің университет таңдап жатқан адамдар көп. Мысалы біздің жоспарымыз бойынша 2365 бала ғана қабылдаймыз деген жоспарымыз бар да. Бір жылдық. Бірінші курс мысалы. Өзіңіз жаңа айтып кеттім, естідіңіз, 2746 бала келді. 2300-дің орнына. 2365-дің орнына. Енді грантпен келген балаларды біз қалай оқытпаймыз. Бірақ та мына ақы түрінде қандай мамандықтар сұраныс бар, ол экономикалық мамандықтар. Неге десеңіздер, онда грант өте аз, мемлекет бойынша аз. Мысалы университет бойынша бірінші курста 7 грант бар. Учет, финанс, мысалы қаржы, экономика жағын алатын болсақ, соның бүкіл мына бірінші курсы 300 адам ол ақылы түрде оқуға түседі. Ол енді ақылы түрде келетіндердің саны қалай, динамикасы қалай соңғы 3-4 жыл? Олар азайып бара жатыр. Мен жаңа айттым, гранттардың саны өссе, әрине мына ақылы түрде келетіндері олар азаяды. Басқаша айтқанда биыл 23% ғана. Ол үлесі ғой, ал саны бойынша ше, санында азайып келе жатыр. Санында азайып келе жатыр. Жақсы, енді тағы жастарға айтарыңыз бар ма? Біздің 1 минуттай уақытымыз бар. Осы жастарға қандай үндеу жасайсыз университет туралы? Ал енді жастарға айтатын ең біріншіден мына өзі әңгімемізді президенттің жолдауынан бастадық қой. Осы біздің студенттер бар, не болмаса талапкерлер бар, біздің университетке түсеміз дегенде. Олардың алдында барлықтерінде бір үлкен мақсат тұр. Осы мына жолдаудағы бүкіл бағыттарды дамыту үшін, ары қарай іске орау үшін жақсы білім керек. Сол білімге тырысыңыздар, жақсы оқыңдар. Біздің университетіміздің ішінде біз көп жағдай жасалып жатырмыз. Бірақ та тағы жасауға біз дайынбыз. Неге десеңіздер, ол мына жоғарғы деңгей емес, ол орыстар айтады, предел емес. Мысалы, ары қарай оны біз дамытуға дайынбыз, оны дамытамыз. Мына оқу білімнің сапасын біз жыл сайын көтеріп отыруымыз керек. Сол себептен білім аламыз деген мына балалар, әсіресе ауыл шаруашылығын дамытамыз. Ауылдағы балалар, біз сіздерді өз университетімізге оқуға шақырамыз. Керемет, сіздің қосарыңыз бар ма? Жақсы, енді студенттерімізге осы білім жолында үлкен жетістіктер тілейміз. Еңбекқорлық, ізденіс, сапалы білім жолында енді жоғары деңгейге жетсін дейміз. Жақсы, құрметті қауым, енді осымен хабарымызды аяқтаймыз. Енді сіздерге рахмет, университеттеріңіз үлгі болып қала берсін. Мен 3-ші орын Қазақстан бойынша рейтинг, бірақ аграрлық вуздардың жоғарғы оқулардың ішінде 1-ші орында деп ойлаймын. Себебі өзім көріп жүрмін. Халықпен тілдесеміз, сөйлесеміз, сондықтан сіздерге сәттілік, деніңізге саулық. Халыққа адал қызмет ете беріңіздер. Рахмет. Шақырғаныңыздар үшін, осындай мүмкіншілік берген үшін. Әр уақытта қуаныштымыз. Құрметті қауым, сіздермен келесі жүздескенше қош саламат дейміз. Рахмет.